Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жаңалықтарын жеткізуші топ арналардың бірі. Сондықтан да дәл қазір тіркеліп қойыңыздар, достар. Бүгінгі жаңалықтар: Килиан Мбаппенің ақыры бір нақты шешімі шықтау. Интер Майамидің қазіргі таңда жағдайы жақсы емес деп жатыр, достар. Осы және басқа да футбол ақпараттары сіздердің назарларыңызда. Сіздер арнамызға жазылып отыруды ұмытпаңыздар. Біз бірден бастап кетуді ұмытпайық. Кеттік. Барселонада қарап қалмай, жазғы трансферлік терезеде жақсы трансферлер жасасақ деген ойлары бар, және де Барселонаға қатты қажет позициялардың бірі бұл вингер керек болып жатыр қазір Барселонаға. Және де Мұхаммед Салахты алсақ па деген ойлары бар екен. Енді қандай ақшаға, қандай жағдайда, оны түсіп жатқан жоқпын. Мұхаммед Салахқа бір көздерін салып көрмекші, Сауд Арабиясымен таласып көрмекші, оны аз десеңіздер. Бәлкім бір қаржылық демеушілер келіп қалатын шығар. Енді қазіргі таңда Мұхаммед Салахты ойлап жатқан болса. Енді ол болмай қалған жағдайда Наполидан Хвича Кварацхелия деген тамаша ойыншы бар, Арсеналдан Мартинелли бар, Габриэль Мартинелли. Осы екі ойыншымен де сөйлесіп көрсек па деген ниеттері бар екен Барселонаның. Тіпті болмай қалған жағдайда енді Брайтонның вингері Митамоны алғылары келеді. Митамоның трансферіне Ансу Фатиді да араластырып жібергісі келеді. Ансу Фатиді беріп, үстінен ақша беріп, Митамоны қатарларына қосқысы келеді. Осындай да нұсқалар бар. Себебі Ансу Фатиді қайтадан Барселона өздеріне қайтып алғысы келмейтінін жеткізген, білдірткен бұған дейін. Сондықтан да қазіргі жағдайларына сүйенетін болсақ, Митамоны алуы мүмкін. Егер де қандай да бір жақсы қаражат тауып жатса, демеушілер тауып жатса, қаржылық жағдайларын реттеп жатса, алдыңғы айтып өткен ойыншыларға да ұсыныс тастап көруі мүмкін. Атлетико Мадрид қанша уақыт болды осы әңгімелер шығып жатқанына. Атлетико Мадрид клубына да тамаша шабуылшы ойыншылар керек. Оның бірі Рахим Стерлинг деп санайды екен. Рахим Стерлинг қазір 29 жаста, және де Челсидің сапында, Челсидің құрамында өнер көрсетеді. Осы Рахим Стерлинг үшін Челсиға ұсыныста жасап көрген Атлетико Мадрид 40 миллион евроға бере аласыңдар ма деп. Челси қазір ойлану үстінде. Челсиға бір аса қажет ойыншылардың бірі деп санамаймыз. 40 миллион евроға сатып жіберсе де негізінде ұтылмайтын сияқты меніңше. Бірақ та Челси клубы Атлетико Мадридқа марка басылымының айтуынша 40 миллион емес, тағы да 10 миллион қосыңыздар, 50 миллион евроға сата аламыз деген жауапты берген екен. Меніңше Атлетико Мадрид 40 миллионнан артық бермейді. Екі клуб мәмілеге келеді деп санаймын. Енді Рахим Стерлинг негізі Испания сәл АПЛ-ға қарағанда жеңілірек лига. Рахим Стерлингқа осы АПЛ дұрыс па деген ойда келеді. Оның ішінде Атлетико Мадрид Ла Лигадағы топ клубтардың бірі, тамаша үйлесіп кетер еді. Бұл трансферге сіздердің ойларыңыз қалай, достар? Достар, Килиан Мбаппе ресми түрде Пари Сен-Жерменнен кетеді. Бұны бізге жеткізген әйгілі инсайдер Фабрицио Романо. Фабрицио Романо Мбаппе Пари Сен-Жерменнен кететінін Насер Аль-Хилальфиге ресми түрде жеткізді деді. Және де осы басылым шыға салысымен Килиан Мбаппе Реал Мадридқа барады. Килиан Мбаппе Реал Мадридпен келіссөздер жүргізіп бастады деген сияқты ақпараттар көбейді. Килиан Мбаппе ПСЖ-дан кетеді, Реал Мадридтің құрамына баратын болады. Реал Мадридта меніңше тоғыздықтың рөлін атқаратын сияқты, себебі қазір Пари Сен-Жерменде тоғыздықтың рөлін атқарып жүр. Винисиусқа барынша тиіспеуі керек деп санаймын. Реал Мадридтің басшылықтары Винисиус өзінің орнында қала берсе, Килиан Мбаппе тоғыздықты ойнаса, Родриго келесі қапталда ойнай беретін болса, МВР деген керемет трио, біраз жылға дейін шайқайтын трио пайда болайын деп тұр Реал Мадридта. Енді нақты Реал Мадрид үшін Пари Сен-Жерменнен бас тартып жатыр. Реал Мадридқа келеді деген сенім өте мол. Ол осы маусым бітпей жатып ресми түрде жарияланады деген сенімдеміз. Реал Мадридтің жанкүйерлерін қазірден бастап құттықтай берсек болатын сияқты меніңше. Интер Майамиде үлкен мәселелер туындап жатыр. Қаржылық фейерплейді бұзды деген ақпараттарда шығып жатыр. Және де қаржылық фейерплейдан бөлек жалақылық құжат, жалақылық ведомствода бұзды дейді. Өте үлкен сумаға өсіп кетіпті. Егер де маусым басына дейін осы мәселелер реттей алмайтын болса, маусымға қатыстырмай тастауы да мүмкін Интер Майамиді. Ал енді Интер Майамидің маусымы келесі аптада басталады. Өте аз ғана уақыт қалды. Осы уақыттың ішінде мәселені қалай шешеді? Ойыншылар
ойыншыларын сату керек, немесе жақсы бір демеуші табу керек. Бір аптаның ішінде. Уақыт жоқ десек те болады. Қазіргі таңда Едлин, Сергей, Мотто деген сияқты ойыншылар трансферге шығарылды деген ақпараттар бар, бірақ олардың өзі аздық етуі мүмкін. Енді ең көп жалақы алатын ол жақта кім екенін білетін шығарсыздар. Лионель Месси, бірақ Лионель Мессиді сатып жіберу қалай болады екен ол? Ол мүмкін емес деп ойлаймын, бірақ басқаларын сатуға тура келеді. Енді басқа маңызды ойыншылардан, аңыз ойыншыларды қарайтын болсақ, Жорди Альба қазір бір тиын тебенге ойнап жүр. Ол жақта жалақысы үлкен емес. Бускетсті қалай сатады? Бускетс деген ол Мессидің досы. Луис Суарес деген сата алмайды, оны сатайын десе де сата алмайды. Кеше ғана келді, тек келісімшартты бұзбаса басқа жол жоқ. Осылайша қазір Интер Майамидің басында үлкен мәселелер туындап жатыр, бірақ та бұл мәселелер маусым басына дейін, яғни бір апта 10 күннің ішінде Дэвид Бекхэм шеше алады деп санаймын. Енді жарайды, бұл мәселені шешті деген күннің өзінде біз Лука Модрич келеді деп айтып жүрдік. Осы Интер Майамиге ол әңгімелерді тоқтата салсақ та болатын сияқты. Қаржылық жағдайларына, қазіргі жағдайларына қарайтын болсақ, себебі Лука Модрич та тиын тебенге ойнамайды. Біз айтып жүрген Барсадан тағы біреу келеді деп айтып жүрдік, ол Серхио Роберто да тиын тебенге ойнамайды. Егер де қаржылық жағдайлар дұрыс болмайтын болса, Лука Модрич те, Серхио Роберто да Интер Майамиге келмейді. Интер Майамидің жағдайы қазір қиынырақ болып тұр. Бүгінге осы достар, 13-ші сектор арнасына дәл қазір жазылып қойыңыздар. Жазылмаған болсаңыздар, себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын автомат арнамыз.